Құрметті футбол сүйер қауым, қазір Тұран және Дета Групп командалары арасындағы матчтың екінші таймы басталады. Рамазан Тынышбектің жалғыз голы қазірше Дета Групп командасына 1-0 есебіндегі жеңісті сыйлауда. Екінші 20 минутта қандай оқиғалар көрініс алады екен? Біз соған куә боламыз, сіздермен бірге осы ойында тамашалаймыз. Тұран футболшылары таразы басын теңестіріп кейін жеңіс голын соғуға тырысады, ал Дета Групп командасы болса нәтижені еселеу үшін бар күшін салатын болады. Қазірше бірінші тайм екі команда үшін де өте қиын болды. Демек, қазір төрешінің сықырға міне шалынды. Осылайша екінші тайм басталды. Шыңғыс Абдухалилұлы шабуылға өткен сәтке куә болды. Бұл жерде аут. Марал Әуеспек алаңға шықты. Қателік болды. Дета Групп Мардан Маматаев. Әшенівте доп. Хамид Шаміл. Тұран футболшылары бір-бірлеріне допты жеткізіп ойын тізгін осқылдарға алынуға әрекет жасап жатыр. Ғабиден допты алып соққы бағыттауға тырысты. Рикошет. Азым Азимов допты ұстап алды. Хамид Шаміл допты жеткізіп берді. Тұран футболшылары екінші тайм басында жылдам таразы басын теңестіру үшін бар күшін салып жатыр. Аут. Әшенов соққы бағыттай алмады. Бұл сәтте бұрыштама доп дейді. Қазір Димаш бұрыштан допты ойынға қосатын болады. Ғабиденмен ойнады. Дета Групп қорғануға мәжбүр болады. Азым Азимов допты ұстап алды. Жылдам Айдар Жақсыбек. Қаны енді қандай шешім шығарады екен? Бізге төреші кедергі келтіріп жатыр. Қайта-қайта. Енді Тұранда соққы болды Азым Азимов. Тағы бір соққы, қақпаның бағанасы құтқарды. Қақпашыға тиген. Тұран ойыншылары аут. Мирас. Әшенов. Ғабиденнің пасы керемет, бостықты гол. Есеп теңесті. 1-1. 21-ші нөмірдегі Тұран ойыншысы Ғабиден Бекжанұлы қазір бос қақпаның нысана қалды. Комбинация керемет көрініс алды. Бұл голмен аяқталды. Дета Группта бос қақпаның нысана қалған. Тұранда осылайша жауап берді. Енді баршасы басынан басталады. Маралдың пасы, Азым Азимов пас берген сәтке куә болдық. Марал Әуеспек. Әшенов допты ойын қосты. Қателік болды. Айдар қаны қарсыластан өте алама. Мүмкіндік бермеді. Диас Ағабек. Пас. Бірақ Рамазан Тынышбекке келмеді. Хамид Шаміл допты ойынға қосады. Ғабиден гол авторы. Міне жылдам шабуылдардың артынан шабуылдар ұйымдастырып, таразы басын теңестіре алды. 5-ші нөмірде қазір Дета Групп командасында Балдәурен Есқара алаңға шықты. Айдар, Хамид Шаміл. Әшенов. Тұран футболшылар осы қарқында екінші гол соғып алуға тырысады. Міне Шамілден соққы болуы мүмкін. Қазір рикошетте болады.
Топтың бағыты өзгеріп кетсе гол болып кетуі мүмкін. Осындай сәттерден көргенбіз бірнеше рет. Марал Есқара үлгермеді. Әшенов. Пас. Қауіпті ойын бұл жерде. Қауіпті ойын. Тұран футболшылары біз қазір шабуыл ұйымдастырып жатыр едік қой, неге тоқтатасын деп төрешіге наразылығын білдірді. Азимов топты. Шахрур Хашимов алаңға оралды. Шахрурдың жылдам әрекетін көреміз. Міне шабуылға сол қапталдан Детагрупп футболшылары есеп 1-1. Бұрыштама доп болады. Мардан Маматаевтың қақпасына соққы бағытталған сәтке куә болдық. Бірақ Шәмілге тиді. Шахрур допты ойын қосты. Ғабиден допты алып қойды. Қана Димашта доп. Тұран футболшылары Әшенов қаны. Жоқ, соққы жоқ болды. Енді Айдарге еленді. Шәмілден өтті. Маматаевтың қақпасына жетіп келді. Бұл жерде Хашимов соққы бағыттай алмады. Қауіпті жағдай болуы мүмкін еді. Үшінші голды кім соғады екен? Бірінші тайм Детагрупп командасын 1-0 есебіндегі жеңісімен аяқталды. Тұран таразы басын теңестіре алды. Әлбетте Тұран футболшылары да қатарынан Суперлиганың екінші турында жеңілгісі келмейді. Бірінші турда Джеммен Шоп ұжымына жол беріп қойған айтып өттік. Бұл жерде Марал Әуесбек топты қайтарып жіберді. Хамид топты ойын қосты. Тұран ойыншылары қарқынды өнер көрсетуде екінші таймда. Қане енді Диастың пасынан Айдар осы жерден бір соққы болама, сол аяққа дұрыстауға кешіккен еді. Қазір Шахрур Хашимов сәл кешікті. Әйтпесе ол да бос қақпаны нысанаға алып есепті 2-1-ге жеткізіп қоятын еді. Болады бұндай жағдай. Өте қиын ойын екі команда үшін. Ғабиденнің пасы Димашқа келді. Тұран ойыншылары сол аяқпен Димаштан соққыны Азимов қалай қайтарды, тағы бір соққы. Тұран қазір екінші голды соғуы мүмкін еді. Қақпашы жарақат алды. Жоқ, ойнайды. Мұндай соққыны қайтару өте қиын. Сол аяғымен сол бұрышқа кіріп бара жатқан допты қайтарды Азимов. Ясағабектің пасы бұл дұрыс болмады. Тұран ойыншылары тағы да шабуыл ұйымдастырады. Варан доппен бұл жерде Нұрболат допты ойын қосты. Міне тағы да Абылайхан допты алып қойды. Рамазан Тынышбектен пас. Бұл жерде Айдар қазір үлгермей қалды соққы бағыттауға. Жақсы пас бердің деп әріптесінен мақтап қойды Айдар. Хамид. Жоқ. Мардан Маматаевпен ойнады бұл жерде. Димаш Құдайберген. Сол қапталда ойнауды қазмынан Димашқа келді. Тұран ойыншыларында. Қаны Әшенов соққы керек осы жерден. Бол емес, сәл қақпаның оң бұрышынан нысанаға алуға тырысқан еді. Наурыз Әшенов. Ардагер ойыншы. Ясағабек. Пас болды. Бұл бұрыштама доп емес, аут болады. Айдар Жақсыбай. Пас еді. Айдар Жақсыбек. Өткен бірінші турда 3 гол соққан. Қызылқия Қазығұрт командасының қақпасына бірінші тайм өзінде матч тағдырын шешіп қойған. Рамазанда доп. Азимов бірнеше жойқын соққыларды қайтара алды. Айдар ойын ережесі бұзылды. Варан ойын ережесін бұзған төрешілер паш етіп қысқырғымен көрсетті.
мүмкіндік. Екінші таймның 10 минутта артта қалды. Қазір рұқсат берілгеннен соң Айдар допты ойынға қосады. Пас болды. Абылайханнан соққы еді. Қорғаушылар қайтарды. Әлде Дета групп ойыншыларында Абылайхан Искендеровтен пас өтпеді Шахрурға. Қайсы команданың жолы болады екен, үш ұпай еншісіне жаздырады екен. Абылайдан соққы. Қорғаушылар Искендеровты көзден қашырған болатын. Допты ойын қосқан еді. Ғабиден допты алып қойды қарсыластан. Пас болады. Әшенов. Димаш. Жоқ, бұл қақпаға дәл барған жоқ. Димаш Құдайберген. Өз бағын сынап көрді. Диас Ағабек. Басынан басталады шабуыл. Есеп 1-1. Рамазан Тынышбектің голы. Бірінші таймда біз куә болдық. Кейін Тұран ойыншылар таразы басын теңестіріп кетті. Екі ойыншы прессингпен қазір допты алуға тырысты. Айдар қаны неге пас берді. Қайтадан сол аяқпен соққы керек қой. Сол бұрышына сәл анық болғанда қазір есеп өзгеретін еді. Өзде Әттеген Айдек орнын босатты. 77 нөмірдегі футболшы алаңға шықты. 77 нөмірде Диас Үргеншбай. Дета групп командасында ойын ережесі бұзылды. Біздің өзіміздің алдында болды. Диас Ағабек қазір 6 нөмірдегі Димаш Құдайбергенді ойын ережесін бұзып тоқтатып қалды. 24 жастағы Димаш қазір жарақат алды. Ойынды жалғастыра ала ма екен Димаш Құдайберген? Әлде жоқ ба? Міне өз орнын босатты. Шыңғыс Әбдіхалилұлы алаңға оралды. Әшенов. Әлде Әшенов па, әлде Нұрболат Кенжехан ба? Соққы бағыттайтын допты ойын қосатын. Нұрболат қалды Варан. Азым Азимов бір ойыншыны қойды қабырға ретінде. Қорғаушыларды дайын болу керек. Вараннан соққы болды. Қақпаның сол бұрышына оң аяқпен допты шиіріп бір айландырып бағыттаған болатын, бірақ қақпаға дәл бармады. Тек қана қауіпті жағдай ретінде есте қалды. Тынышбектің пасы, Диас Үргеншбай допты алдырып қойды. Бұл жерде Әшенов алдап соққы. Қақпаға дәл бармады. Қызықты матч. Тең нәтижемен аяқтала ма? Әлде бір команда жеңіс голын соғып кете ма? 7 минут уақыт қалды матч аяқталуына. Екінші турдың матчы. Мардан Маматаев допты ұстап алды. Варанмен ойнады. Шыңғыста Аян Әшенов те. Әшенов допты көп ұстап қалды. Рамазан Тынышбек ойын ережесін бұзды. Қазір айыпдобы алыстан соққы бағыттау керек деп ойлаймын. Бір рикошет жағдаймен бәлкім есепті өзгертіп алу мүмкіндігі пайда болар. Мына Варан қазір Шамилмен ақылдасып өзім соққы бағыттайым деген ниетте. Міне осылай ғой, айттық. Доптың бағытын өзгертіп жіберсе гол болып кетеді. Диас Үргеншбай өтті Шамилден. Вараннан да пас емес, бұл ешқандай. Қақпашы жоқ. Ғабиден. Шахрол Хашимов допты иеленді. Пас беру керек қой. Көп ұстап қалды допты. Абылайхан Искендеров. Шахрол Хашимов. Соққы. Есеп 1-1. Тең нәтиже. Екі команда өкілдерді гол соғалды. Абылайхан Искендеровтен бұрыштама доп. Доп қолға тиген жоқ дейді. Дета групп футболшылары қазір жарақат алған сияқты. Варан кішігірім ойын тоқтатылды. Димаш Құдайберген алаңға шықты. Дета групп футболшылары қазір бұрыштан допты ойынға қосты. Тағы да бұрыштама доп.
Әлбек Рахымбергеновтың әріптестері. Соққы болды. Аматаев қайтарды. Бұл жерде ойын ережесі бұзылды дейді төреші. Қазір Шахрор Хашимов та бұл жерде допты алып қойған еді, әріптесіміз деп айтып жатыр, бірақ ойын ережесі бұзылған еді. Үлгере ма? Пас болды Диас Үргеншбайға. Хашимов матч аяқталуына өте жақын, уақыт өтіп бара жатыр. Есеп 1-1. Екінші турдың ең соңғы матчы. Қазір мен сіздерге екінші турдың нәтижелерімен таныстырып өтетін боламын. Жексенбі күні болып өтті. Шахрор Хашимовқа доп келді. Екінші турда Сұңқар командасы ынтымақ Бәйтерек командасына 0-4 есебімен жол берді. Айдын Энерджи Шымкент командасымен Бам Электрик 5-5 есебімен тең ойнады. Барс 22 командасы Шымкент ұжымына 3-10 есебімен жеңіліп қалды. Талант Ақбастау Аян 5-2, Аққанат Джемменс Шоп 1-2, Байдалы командасы Қызылқия Қазығұртқа 1-4 есебімен жеңіліп қалды. Міне осылайша осы матчтар өткен болатын. Детагрупп командасы соққы Шахрор Хашимовта. Аут. Хабиденде. Есеп 1-1. Хабиден. Тұран ойыншылары. Пас болды бұл жерде. Пас. Рамазан Тынышбек 15-ші минутта есеп ашты. Ғабиден Бекжанұлы 22-ші минутта таразы басып теңестіріп кетті. Детагрупптан мүмкіндік қаны енді бос қақпаға бола ма? Жоқ, Айдарға доп келмеді. Марат Хамитшамил допты қайтарады. Баспен соқты еді. Аут. Қазір есепті өзгертіп кету мүмкін еді Детагрупп. 18-ші минут. 18-ші минут. Ашенов. Рамазан Тынышбек. Ойында нәтижеге сай десек болады. Тең екі команда өкілдері мүмкіндікке ие болды. Азым Азимовтың өзі ойынға араласқан еді. Аут. Мардан Маматаев допты ойынға қосты. Варран допты. Детагрупп доп келеді. Қақпашы өзі орнында тұрған дұрыс. Қазір бір қателік ойын тағдырын өзгертіп жіберуі мүмкін. Шахрор Хашимов шабуылға өтеді. Абылайхан Искендеров оң қапталдан пас еді, бірақ бұл жерде Айдар дайын болмай шықты. Абылайхан Искендеров қазір Димаш Құдайбергенге қарсы ойын ережесін бұзды. Матч аяқталуына жақын. Ашенов. Димаш Құдайберген. Диас Ағабек топ иеленді. Айдар Жақсыбек қарсы астады. Хамитшамил. Ойын ережесі бұзылған жоқ. Аут. Диастан Шахрор Хашимов. Варан. Ең соңғы комбинация болу мүмкін. Қаны Вараннан соққы. Азым Азимов допты қайтарды.
Шахрор Хашимов, Абылайхан Искендеровтан Мардан Маматаев қайтарды міне екі қақпашы. Тұранның шабуылы. Енді Диас Ағабек топталды қаны. Ашеновтен өте алмады бұл жолы Диас. Маматаев топты иеленді. Варан, Нұрболат Кенжехан. Соққыны сейф. Өте керемет тәрізді. Азым Азимов қайтарды. Супер сейф десек болады. Қазір гол болғанда онда Тұран жеңісті жұлып алатын еді. Жол бермеді қақпашылар. Екі қақпашы да өздерінің керемет ойын көрсетуге тырысып жатыр. Мына Азым Азимов топты иеленіп алып жылдам ойын қосу керек. Диас Ағабекте сол қапталда. Рамазан Тынышбек. Айдос Сүйінбай. Ойын ережесі бұзылды дейді. Соңғы минуттар. Маматаевпен. Осы сәтте төрешілердің ысқырығы шалынды. Дета Групп және Тұран командалар арасындағы матч 1-1 есебімен мәресіне жетті. Құрметті футбол сүйер қауым, осымен трансляциямыз аяқталып, келесі ойындарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.